Улыбнись. Нет, Кая! Нет, Кая! Пустите ее! Не вздумай. Сәлем, құрметті көрермендер. Сіздерге Ашық теңізде аман қалу ойыны фильміне қысқа шолу ұсынамыз. Флоридада тұратын Кайла есімді қыз анасынан ерте айырылған соң, әкесі мен інісіне қамқорлық жасау оның мойнына жүктеледі. Бір күні ол әкесінен рұқсат сұрап, құрбысы Тессамен уақыт өткізетінін айтады. Тесса құрбысы Кайланы күнделікті күйбеңнен шығарып, жасөспірімді қызықты өмірге қайта оралуға шақырады. Құрбысы Кайланы экстремалды спортты жақсы көретін екі жігітпен таныстырады. Оның бірі Тессаның жігіті Джулиан. Тесса құрбысына гидроциклмен бірге керемет аралға саяхаттау идеясын ұсынады. Кайла бұл ұсынысты қызығушылық танытып қабылдағанымен үйінде қалған кішкентай інісіне алаңдайды. Кайла күмәнданғанымен ақырында келісе кетеді. Алайда үйдегі жақындарына жауапкершілік сезінетін Кайла інісіне үйге кеш оралатынын хабарлап алдын ала ескертіп қояды. Жастар гидроциклдармен ашық теңізде серуендеп, теңіз жағасында алаңсыз уақыт өткізеді. Зандер есімді жігіт Кайланы ұнатып қалады. Кайла өзінің анасынан ерте айырылғанын, әкесінің жұмыстан қолы босамайтынын және кішкентай інісіне өзі қарайласатынын бөліседі. Жігіт оның жағдайын түсіністікпен қабылдап қолдау білдіреді. Жастар теңізге түсіп, табиғаттың таңғажайып сұлулығын, теңіз ішінде жүзгенде түрлі ғажайыптарды тамашалайды. Алайда жастар үйлеріне қайтар жолда апатқа ұшырап, байланыс құралдары жоғалып, мұхиттың ортасында қалып қояды. Гидроциклдар бір-бірімен соғысып суға батып кетеді. Зандер ауыр жарақат алады. Тесса айналасына қарап Джулиан жігітін іздейді, бірақ таба алмайды. Ол мұхит ішінде із-түзсіз жоғалып кетті. Кенет олар кемені байқап, айқайлап көмекке шақырады. Бастапқыдан оларды ескі балықшы кеме капитаны байқайды. Ол жастарды құтқарып, үшеуін өз кемесіне отырғызады. Кеме ескі көрінгенімен оның ішінде тек бір ғана жұмбақ балықшы бар екен. Зандердің жарақатын көріп, қыздар оған медициналық көмек шақыруды өтінеді. Ер адам келіскендей болып, борттан кетіп қалады. Ол ішке кіріп, өзінің жоспарын іске асыруды ойлайды. Жастар ең қиын сәттер артта қалды деп ойлайды. Бір кезде Тесса шетін су алып келуге кетеді. Ол ұзақ уақыт келмеген соң Кайла құрбысын іздеп кеменің ішіне кіреді. Оның алдынан жаңағы капитан шығады. Кайла онымен танысып құтқарғаны үшін алғыс білдіреді. Алайда ер адам теңіздің қауіпті әрі терең екенін айтып, жыртқыш акуланың бар екенін ескертеді. Сол уақытта Рей алғашқы көмек қобдишасынан мақта мен сұйықтық алады. Жараланған Зандерге дайындап жатқан деп ойлаған Кайла мұның қауіпті мақсатқа қолданғанын байқамайды қалады. Рей Кайланың аузын мақтамен жауып есінен тандырып тастайды. Біраз уақыттан кейін қыздар есін жиып, өздерін қамауда қалғанын түсінеді. Тесса ағашқа ойып жазылған көмектесіңдер деген жазуды оқып, қорқынышқа беріліп, екі құрбы құшақтасып жылай бастайды. Сол сәтте Рей жоғарыдан кеменің люкін ашып, оларға тамақ береді. Кайла одан не үшін оларды қамап қойғанын сұрап, және үйде інісі қараусыз қалғанын түсіндіреді. Бірақ Рей өзінің жеке кемесі екенін және барлық шешімді өзі қабылдайтынын ескертеді. Ол қыздардың артық сұрақ қойғанына ашуланып, оларды тамақсыз, сусыз қалдыратынын айтып, люкті қайта жауып тастайды. Біршама уақыттан кейін Рейдің кемесіне дәрігер келеді. Ол жараланған Зандер мен Тессаны тексеріп шығып, Рейге бір қалталы заңгердің қызы ауыр дертке шалдыққанын және оған бауыр доноры қажет екенін айтады. Дәрігер оған Зандер мен Тессаның донор ретінде жарайтынын айтып, оларды сатып алуға келіседі. Ал Кайланы әзірге ұстай тұруды және басқа мақсатта сату туралы ұсыныс жасайды. Дәрігер Зандердің жараланғанын пайдаланып, қажетті органын алып, денесін теңізге лақтырып жібереді. Содан кейін төменге түсіп, Кайланы өзінің телефонымен суретке түсіріп, Тессаны жоғарыға шығаруды айтады. Кайла құрбысын жібергісі келмей, Реймен қарсыласады. Дәрігер Тессадан сынама алып, оның да ішкі органын алуға дайындала бастайды. Бұл уақытта Кайла құрбысын құтқару үшін кеменің люгін сымның көмегімен ашып, құтқару қызметіне хабарласады. Алайда ешкім жауап бермейді. Үмітін үзбей, келесі каютаға кіріп, гарпунды тауып алады. Сол сәтте ол дәрігердің бортта Тессаға ота жасауға дайындалып жатқанын көреді. Батылдық танытқан Кайла гарпунмен дәрігерді атып, оны сол жерде өлтіреді. Кайла Тессаны босатып, екеуі Рейден жасырынуға тырысады.
Сол уақытта бортқа шыққан Рей жерде дәрігердің қаза болғанын көріп ашуға булығады. Ол кеме сыртында тұрған дәрігердің үрмелі қайығын тесіп тастайды және қыздарды іздеуге кіріседі. Бір кезде Рей теңізде жүзіп бара жатқан Кайла мен Тессаны байқап, кемемен оларды қуып жетуге тырысады. Алайда Рейдің кемесі жүрмей қалады. Төмен түсіп қараған ол сымдарды қиып тасталғанын көреді. Ал қыздар болса дәрігердің екінші яхтасына жетуді көздейді. Бірақ Тесса жаралы болғандықтан жүзуге шамасы келмейді. Ол Кайлаға өзін қалдырып жалғыз жүзіп баруын өтінеді. Кайла батылдық танытып құрбысын артта қалдырып, жалғыз өзі дәрігердің яхтасына жүзіп жетеді. Ол ішке кіріп, теңіз күзетшілеріне хабарласып, болған жағдайды баяндап береді. Теңіз құтқару операторы Кайлаға авариялық радиомаякты тауып суға тастауды ұсынып, бұл арқылы оның тұрған орнын анықтап, оны тез табуға болатынын айтады. Сондай-ақ фальшфейер арқылы белгі беруді ұсынады. Кайла қажетті заттарды іздей бастайды. Ол сөрелерді ақтарып, радиомаякты іздеп тауып алады. Кенеттен ол үстел үстінде тұрған дәрігердің ноутбугындағы жас қыздардың суреттерін саудаға жарнамалағанын және өзінің де суретінің жарияланғанын көріп шошиды. Сол сәтте яхтаның сыртынан біреудің жақындап келе жатқанын естиді. Қорыққан Кайла тығылып қалады. Рей яхтаға кіріп Кайланы іздей бастайды. Кайла басқа каютадан байқатпай бортқа шығып, радиомаякты теңізге тастауға тырысқанда, Рей үнсіз жақындап Кайланың қолынан ұстап алды. Оның қарсылығына қарамай, қолын қайырып фальшфейерді жерге түсіріп жібереді. Рей қараңғы көздерімен Кайланың бетіне қарап тұрып, пышақты сұғып алды. Ол жараланған Кайланы сол жерге жатқызады. Кайла өз қарсыласына жаймен Рейдің бетін ұстап, оған жақындап, фальшфейерді дәлдеп Рейдің бетіне атып жібереді. Оның бет аузы қатты күйік шалып, айқайлап сол жерде жан тапсырады. Кайла жараланған күйі яхтаның ішінде жорғалап, авариялық радиомаякты суға лақтырғанымен, құрылғы суға түспей, яхтаның шеткі аймағына түсіп кетеді. Үмітсіз күйде Кайла ары қарай қозғалуға шамасы келмей, есін сол жерде жоғалтады. Бір шама уақыттан соң яхтаны теңіз толқындары тербеп, радиомаяк суға өздігінен сырғып түседі. Сол сәтте суға түскен құрылғы іске қосылып, жағалау күзет қызметкерлеріне белгі барады. Жағалау күзетінің қызметкерлері белгісіз сигнал алған соң, дереу әрекетке көшеді. Олар аймаққа жеткен кезде, су бетінде тып-тыныш тұрған яхтаны көреді. Яхтаға кіргенде, ауыр жарақат алған Кайланы табады. Ол жарақаттарының ауырлығына қарамастан тіреді, бірақ ес-түссіз болатын. Қызметкерлер оны бірден тікұшаққа шығарып, алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Тікұшақтағы ер адам Кайланың өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Осы сәтте жағалау күзетінің басқа тобы су бетін қарап жүріп, үрмелі баллонның ішінде ес-түссіз жатқан тағы бір қызды, яғни Тессаны табады. Олар Тессаны судан шығарып, оны да тез арада жағаға жеткізу үшін көмек көрсетеді. Екі қыз да аман-есен жағаға жеткізіледі. Кайла ауыр жарақатпен әкесі мен інісінің қасында екенін сезеді. Әкесі Кайланың басынан ұстап, оның амандығына көз жеткізеді. Сонымен бірге, Кайла өзінің құрбысы Тессаның да тірі екенін және оның жағдайының жақсы екенін көріп, екі құрбының да жүректері тыныштық табады. Қысқа кино шолу ұнаса, арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.